Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгін өсіру пәні бойынша дәрісті бастаймыз. 11-ші дәрістің тақырыбы құлпынайды өсіру технологиясы. Жоспар. Құлпынайдың сипаттамасы, құлпынайды өсіру және күтім жасау технологиясы, аурулары мен зиянкестері қаралады. Құлпынай жарық сүйгіш өсімдік. Жидегі қызыл түсті, хош иісті болып келеді. Сортына қарай ерте көктемде, жазда, күзде жеміс береді. Құлпынай дәрумендерге өте бай. Құрамында ағзаға аса пайдалы С дәрумені көп. Оның құрамында темір, магний, калий, кальций, цинк, марганец, фосфор, кремний, мыс және йод бар. Қыс бойы дәрумен жетпей әлсіреп жататын ағзаға аса пайдалы. Құрамында көміртектер қан құрамындағы қантты көтермейтіндіктен сахар диабетіне шалдыққан адамдарға жеуге рұқсат берілген. Құлпынайдың рак клеткаларының өсуін баяулататыны да анықталды. Құлпынай бүлдіргендер тобы, раушангүлділер тұқымдасына жататын көп жылдық шөптесін өсімдік. Биіктігі 20-35 см, сабағы тік, жапырағы 3 салалы, ашық жасыл түсті. Өскен кезде мұртшалары пайда болып, мұртшалар арқылы өсімдік тез арада көлеңкелеп жайылады. Құлпынайдың гүлдері 5-12 күлтелі ақ түсті. Құлпынайдың пайдасы. Құлпынай жасалған маска, безеу және қабынуға қарсы көмектеседі. Бұл жеміс кәріліктен де сақтайды, көздің нашар көруін жақсартады. Құлпынай жемісі беттегі пигмент тақтарды да кетіреді. Құлпынайды күтіп баптау. Көктемгі күтіп баптау, қысқа кепкен жапырақтар мен шіріген бөліктерді алып тастау керек. Қатар аралығын қопсытып, арамшөптерден тазартамыз. Тыңайтқыш, азот тыңайтқышы, яғни аммиак селитрасы, мочевина 1 метр квадратқа 10-15 грамм. Бұда өсімдіктің жасыл массасы артады. Суару. Көктемде 5-7 күнде бір рет суару жеткілікті. Су жылы болу керек. Гүлдеу кезінде, яғни мамыр маусымы айларында аптасына 2 рет молынан суару керек. Тек түбінен суару керек, жапыраққа су бірікпеуге болмайды. Тыңайтқышы. Фосфор, калий тыңайтқышы 1 метр квадратқа 20 грамм суперфосфат, 10 грамм калий сульфаты қолданылады. Бұл тек гүл түзу және жемістің ірі болуына әсер етеді. Көшеттерді бөліп отырғызу. Розеткаларды, яғни өсектарды бөліп өсіруге болады. Күзгі күтім қыркүйек қазан айларында отырғызудың ара қашықтығы қатарда өсімдік арасы 20-30 см болу керек, ара қашықтығы 60-70 см. Аурулар мен зиянкестер көктемде, яғни бардос сыйығының 1%-ығымен біркеу керек. Зиянкестерге қарсы фитоспорин қолданылады. Ескі плантацияны жаңарту. Құлпынай 3-4 жыл сайын әлсірейді, 3 жыл сайын жаңа жерге көшіріп отырғызған дұрыс. Құлпынай топырақтың құрамына өте сезімтал дақыл. Оның өнімділігі мен өсу қарқыны көбіне топырақтың қышқылдылығына байланысты. Топырақтың pH деңгейі өсімдіктің тамырының қоректік заттарды қаншалықты тиімді сіңіретінін анықтайды. Құлпынайды жақсы өсу үшін pH деңгейі 5,5-6,5 аралығында болу керек. Бұл аздап қышқылдау топырақ. Мұндай топырақ құлпынайдың тамыр жүйесінің жақсы дамуына, қоректік заттардың оңай сіңуіне және жоғары өнім беруіне мүмкіндік береді. Құлпынай дақылының көп бөлігі өлуі мүмкін. Ең қауіпті ауру ол ұнтақты көгеру. Алдымен гүлдер мен жапырақтарда кішкентай ақшылдақтар пайда болады. Содан кейін саңыраулақ өсімдіктердің барлық бөліктеріне, яғни жидектеріне таралады. Олардың үстіне жұмсақ ақ жабын пайда болады, құлпынай шіри бастайды. Құлпынай қоректік заттарды өте көп қажет ететін дақыл, сондықтан оған дұрыс тыңайтқыш беру жоғары өнім алудың негізгі шарты. Құлпынайдың әр кезеңінде әртүрлі тыңайтқыштар керек. Зиянкестермен қорғау. Құлпынай өсімдіктерді әртүрлі зиянкестердің шабуылына жиі ұшырайды. Олардың ішіне құлпынай кемесі, жапырақ жегіш, қоңыздар, тілә, нематодтар және ұсақ личинкалар кең таралған. Жоғары өнім алу үшін зиянкестерге қарсы жүйелі қорғаныс жұмыстары жүргізілу керек. Агротехникалық шаралары. Бұл әдістер зиянкестердің пайда болуын азайтады және өсімдіктердің иммунитетін күшейтеді. Яғни топырақты қопсыту, тазарту,
арамшөптерді жою, қатар аралығын таза ұстау, зақымданған жапырақтарды және жидектерді алып тастау. Химиялық қорғау шаралары. Зиянкестер қатты көбейген кезде қолданылатын тиімді тәсіл инсектицидтерді пайдалану. Оған Актара, Децис пайдалануға болады. Өсімдік гүлдемей тұрған кезде немесе жинау алдында 20-25 күн қолданған дұрыс. Препараттардың нұсқаулыққа сәйкес мөлшерде пайдалану қажет. Құлпынайдың өнімдігін арттыру үшін қолданылатын агротехникалық шаралар: топырақты қопсыту және арамшөптерді жою, топырақтың бетін жиі қопсыту және тамырға ауа баруын қадағалау. Арамшөптерді ылғалмен қоректік тартып алатындықтан оларды үнемі алып тастау қажет. Құлпынай ылғалды жақсы көреді. Ең жақсы әдісі тамшылату суару. Топырақ үнемі ылғал болуы тиіс, бірақ батпақтау болмау керек. Ескі жапырақтарын кесу. Жеміс жинағаннан кейін ескі, ауру және зақымдалған жапырақтарды алып тастау керек. Бұл өсімдікке жаңа күш береді және аурулардың таралуын азайтады. Өнім сақтау. Құлпынай маусым-шілде айларында піседі. Жемісі толық қызарғанда қолмен жинаймыз. Жидек өте нәзік, сондықтан жұмсақ ұстап, терең емес ыдысқа салған дұрыс. Сақтау жолдары. Тоңазытқышқа 2-3 күнге дейін. Ұзақ сақтау үшін мұздату, кептіру, джем, шырын тосап және басқаларын дайындау қолданылады. Дәрісті қорытындылай келе, құлпынай бағалы витаминдерге бай және кең таралған жеміс дақылы. Оның өнім беруі топырақтың сапасына, дұрыс отырғызу технологиясына, тұрақты күтімге және зиянкестер мен ауруларға қорғауға тікелей байланысты. Құлпынай құнарлы, жеңіл, нақты құрғатылған топырақты қажет етеді және күн жарығын жақсы көреді. Үнемі суару, тыңайтқыш беру, мульчирование жасау, өсімдіктерді кесу сияқты шаралар жемістің сапасын айтарлықтай арттырады. Аурулар мен зиянкестердің дер кезінде қорғау дақылдардың толыққанды өсуіне мүмкіндік береді. Жемістердің дер кезінде жинау, дұрыс сақтау арқылы құлпынайды ұзақ уақыт тағамға пайдалануға мүмкін болады. Осылайша құлпынай өсіру жүйелі агротехникалық шараларды талап ететін, бірақ дұрыс күтім жасалған жағдайда мол әрі сапалы өнім беретін тиімді дақыл. Келесі слайдта бақылау сұрақтары берілген. Сұраққа жауап беруіңіз сұралады. Дәріс аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.